Алла берекесін берсін, дастарханның байлығын берсін, Құдай деннің саулығын, оттың басының аманшылығын берсін. Мына немеремнің алғашқы басқан қадамы құтты болсын. Байым әрдайым жолы ақ болсын, өмірі ешқашан сүрінбірсін, мұрат мақсатына жете берсін. Тұсауыңды кесейін, ала жіпті шешейін, құтты болсын талабың сенің. Бөбегім шын көңілмен, тілегім бол өмірде, тұсалмасын қадамың сенің. Тәй-тәй балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Айналайын тәй-тәй балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап, қадамыңды бас. Бүлдіршінім бөбегім, қалауыңды берейін, тәй-тәй басып келші жаныма. Саған мәз боп қараймыз, қадамыңды санаймыз, қаз-қаз басып көрші тағында. Тәй-тәй балапаным қаз-қаз, ботақаным байқап. Әшекей таза күмістен жасалған. Күміс қос шеңбер қызыл ақықпен әрленген. Екі шетінде 3-3-6 салпыншағы бар. Бала аяғына кигізуге арналған ілгек орнатылған. Әдетте мұндай әшекейді бай бағландар тұсау кесу рәсімі үшін арнайы тапсырыспен дайындатқан. Зергерлер жасаған тұсаукесер әшекейі қазақ тұрмысында өте сирек кездеседі. Өйткені бұл бай қуатты адамдардың дәулетінің көрсеткіші саналатын. Қос шеңбер баланың аяғына кигізіліп, арасына ала жіп байланады. Жалпы тұсау кесу сәби қас тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып, ырым. Аталмыш әшекей бұрама, соғу, дәнекерлеу, баспа әдісімен жасалған. Авторы Сыр елінің тумасы, ұста зергер Бекзат Жақыпов.